Әке, мен жаңа проект бастағалы отырмын. Мектеп директоры мен завучпен келісіп қойдым. Сізден қаржылай көмек керек. Жақсы. Проектіңді қолдаймын. Айтарсың қанша қаржы керек болатынын. Сабағыңды жақсы оқы, мен кетуім керек. Алло. Жақсы, кездескенше. Айтты маған ақылдар, көрінбейсің ісіңде уақыттағы алтынды. Жұмсап жүрсің көшеде, сенің қандай мақсатың? Ертең қайда барасың, тыңдап алып ақылын. Құрметті достар, белсенді жүректі жолдастар, біз сіздермен көп жұмыс атқардық. Сіздер жарайсыздар. Ал келесі біздің нысанымыз бұл қарттар үйі. Қарттар үйіне баруымыз оларға деген ол мейірімді көрсету және де махаббатымызды білдіру. Сіздер мені қолдайсыздар ма? Егер де біз қазір қарттар үйіне баратын болсақ, оларға жол сыйлаймыз. Мен қолдаймын. Біздің әрбір әрекетіміз жүректен шықса, ол міндетті түрде жүрекке жетеді. Сондықтан мен де қолдаймын. Қалыңыз қалай? Жақсы қарғам, жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Тәуба. Ата, міне сізге деген бір кішігірім сыйлығым бар. Рахмет. Бұны неге беріп жатсың қарғам? Сізге деген сағынышым ғой. Ой, рахмет қарғам, менің жасыма кел. Өзің қайда оқисың? Ассалаумағалейкум, ата. Ой, аңыза дейміз кесір ғой. Қалғылай. Жақсы өзіңізде. Жақсы, кішкене далаға шығып серуендеп жүргенім ғой. Міне барлық жағдай бар. Жасалынған соң ақырена жерге барып серуен таза жетіп жүргенім ғой қарғам. Осым Қазақстанның мықты патриот 98 азаматы бол. Қазір ата. Сөйлесіп бол. Алло. Ау, әке. Қайдасың сен? Қайда жүрсің? Мен сізге айтып едім ғой, мен проектте жүрмін деп. Қазір, мекен-жай жіберем. Жақсы. Судан таза, қардан да аппақ арың. Ешкімнің ала жібін аттамадың. Менің әкем 1000 жылда бір туатын, ол адам деп ұлыма мақтанамын. Кешегімен әкемнің бүгінімін, кекілін жел тараған құлынымын. Алтын деген мен емес менің әкем, мен алтынның жай ғана сынығымын. Самайыңнан ақ шаш көрінді, қадір